Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, құрметті студенттер. Бүгін ашық дәріс сабағы алифатты қосылыстардың органикалық химиясы пәнінен 8-ші дәрісімізді бастаймыз. Дәрісті бастамас бұрын сіздермен кішкене миға шабуыл әдісі арқылы ой сергетіп алсақ, яғни өткен сабақты еске түсіріп, кішкене бір миымызға шабуыл жасап, ойымызды сергетіп өтсек деп өтемін. Онда миға шабуыл стратегиясын қолданайық. Жалпы барлығыңыз білесіздер. Бұдан алдыңғы 7-ші лекциямыз алкендер тақырыбына арналған болатын. Олай болса, қандай көмірсутектер алкендер деп аталады? Экран көрініп тұр ғой сіздерге, я? Презентациямыз. Көрініп тұр. Қандай көмірсутектер алкендер деп аталады? Жауап берейік. Құрамында 2 немесе 3 байланысы бар көмірсутектер қанықпаған көмірсутектер деп аталады, яғни алкендер деп аталады. Алкендердің ортақ формуласы қандай, жалпы формуласы? CnH2n. Дұрыс айтасыз. Үшінші сұрақ. Алкендердің бірінші гомологтық қатарының структуралық формуласы қандай? Оны атасаңыз. Ал қандай көміртегіміз алкендерді бастайды? Этилен. Дұрыс айтасыз. Этилен көмірсутегісі бастайды. Формуласы қандай? С2H4. Дұрыс айтасыз. Ары қарай кетейік. Алкандарға қарағанда алкендер табиғатта практика жүзінде неге кездеспейді дейді? Жылдам жауап берейік. Қандай көмірсутек алкандарды сіз табиғатта көре аласыз? Мысалы, күнделікті өмірде де оны сіз қолданасыз. Мысалы, алканда пропан газын айтайық. Әзірін жасауда біз үйде тұрмыста пропан газын қолданамыз. Солай емес па? Ал ол қаныққан көмірсутегіміз. Қанықпаған көмірсутектер болғанда. Алкендер қанықпаған болғандықтан табиғатта біз оны көп кездестіреміз. Дұрыс айтасыз, олардың қанықпағандық болғандықтан олардың табиғатта кездесуі өте сирек болады екен. Алкендерді қандай жолмен алуға болады? Дегидраттелу арқылы спирттерден алуға болады. Гидратациялау арқылы спирттерден алуға болады. Дегалогендерден алуға болады. Алкандарды дегидрлеу арқылы да алуымызға болады. Дұрыс айтасыздар. Алкендер молекуласының құрамында қанықпаған қос байланыс болуына байланысты қандай химиялық қасиет тән? Электрофильді қасиетке. Электрофильді қосылу реакциясына түседі. Реакциясына. АДЕ реакциясы деп атаймыз. Яғни алкендеріміз біздің электрофильді қосылу реакциясының механизмімен реакцияға түседі. Негізгі химиялық қасиеті осы. Алкендер не үшін қолданылады? Не үшін қолданылады алкендеріміз? Жеміс жидектердің пісуіне, мысалы қоймада сақтаған кезде, сол алкендердің газын шашу арқылы сақтауға болады. Мысалы этилен. Дұрыс айтасыз, олардың барлығы құмырсқа, басқа да бір заттардың сақтау үшін, ұзақ мерзімді сақтау үшін осы кейбір қанықпаған көмірсутектерді залалсыздандыру мақсатында да қолдануымызға болады екен, табиғатта. Дұрыс айтасыз. Жалпы миға шабуыл стратегиясы арқылы өткен сабақты қорытындылап алдық. Олай болса, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі лекциямыз, 8-ші лекциямыз алкендер, яғни ацетиленді көмірсутектер деп аталады. Лекцияның жоспарына келетін болсақ, әдетте біз кез келген дәрісімізді бастаған кезімізде бірінші олардың номенклатурасы мен изомериясына,
Екінші, үш байланыстың, яғни қанықпаған көмірсутек алкендер құрамында үш байланыс болу керек. Осы үш байланыстың табиғатына байланысты. Үшінші, алу әдістері. Төртінші, химиялық қасиеттеріне тоқталамыз. Химиялық қасиеттерінің өзін анықтап қарайтын болсақ, алкендерге электрофильді қосылу реакциясы, АДЕ реакциясы тән. Сіздер АДЕ реакциясы туралы мәліметті білесіздер. Оған қосымша алкендерге тағы да өзіндік ерекше қасиеттері бар. Бұлар нуклеофильді қосылу реакциясы, яғни АДН реакциясы туралы түсінік алатын боламыз. Сондай-ақ алкендер қышқылдық қасиет көрсетеді. Міне осы туралы химиялық қасиетіндегі өзгешеліктерді бүгінгі дәрісімізде толық сіздерге мәлімет беретін боламыз. Әрі қарай кетейік. Дәрістің мақсатына келетін болсақ, алкендердің номенклатурасы, табиғатта кездесуі, физикалық және химиялық қасиеттері, алыну жолдары және олардың құрылымы жайында түсіндіру, нақты жағдаяттарға пікірталас ұйымдастыру арқылы студенттердің интеллектуалды ой өрісі мен дүние танымын кеңейту болып табылады. Бүгінгі дәрістің мақсаты. Алкендерді қарап отырсаңыздар, алкендер дегеніміз құрамында үш байланысы бар, жалпы формуласы көміртегі N, H2N-2 болатын қанықпаған көмірсутектерді айтамыз. Алкендердің ең қарапайым өкілі этил көмірсутегісі болып табылады. Оны жалпы ИУПАК номенклатурасы бойынша ацетилен деп атайды. Міне алдарыңызда көріп отырсаңыздар, этил көмірсутегісінің немесе ацетилен көмірсутегісінің жалпы формуласы С2H2 болып табылады. Оның химиялық формуласын ұсынған 1860 жылы Бертло деген ғалым болып табылады. Ацетиленді көмірсутектердің ең қарапайым өкілі ацетилен болғандықтан алкен көмірсутектерін кейбір кітаптарымызда, оқулықтарымызда терминдер ретінде ацетиленді көмірсутектері деп те атайды екен. Ацетилен молекуласының моделіне қараңыздар. Ацетилен молекуласындағы әр көміртек атомы бір сутек атомымен байланысады. Және өзара үш еселі байланыс арқылы жалғасады. Ацетилен молекуласындағы міне қара мен белгіленген дөңгелек пішінді тәрізіміз моделіндегі бұл сіздердегі көміртегі атомы. Ақ түспен белгіленген бұл сутек атомы болып табылады. Яғни бір көміртек атомы бір сутек атомымен не істеп тұр? Байланысып тұр. Ацетилен молекуласындағы көміртек арасындағы үш байланыстың біреуі сигма байланысты, ал екеуі пи байланысты болып келеді. Ацетиленнің номенклатурасы мен изомериясына тоқталайық. Алкендер қатарының бірінші өкілді тривиалдық атаумен ацетилен деп аталады. Яғни тривиалды атау бұл ескіше атаулар, Рационалдық номенклатура бойынша алкендерді ацетилендегі сутек атомдарымен алкилмен алмастырылған деп қарайды. Яғни негізгі объектілеріңіз рационалды номенклатура бойынша ацетилен көмірсутегісі болатын болса, қалғандары не болады? Орын басар болып табылады. Мысалы қараңыздар, пропен 2-ні қалай атауға болады? Диметил ацетилен деп атауымызға болады. Жүйелік ИУПАК бойынша алкендерді қаныққан көмірсутектерге, яғни алкандарға қолданылған қағидаларды сақтай отырып атасақ болады. Мысалы, қаныққан көмірсутектердегі пропан болатын болса, ан жалғауының орнына ин жалғауын жалғаймыз. Яғни пропин ин деп тұрса, онда біз бірден құрамында көмірсутектің үш байланыс бар екен деп түсінеміз. Екіншіден, негізгі көміртек тізбегіндегі үш байланыс болуы тиіс. Үшіншіден, негізгі тізбектің нөмірленуі үш байланыс жақын шеттен бастаймыз. Яғни үш байланысымыз қай жерден жақын болса, сол жақтан оның атауын айтатын боламыз. Үш байланыстың орнын цифрмен көрсететін боламыз. Мысалы, пентин 2 десе, екінші көміртектен кейін үш байланысының тұрғанын көруге болады екен. Әрі қарай
ацетиленнің құрылысына келейік. Міне ацетиленнің құрылысындағы бір байланысымыз сигма байланысты. Міне сіздерде экранда көрініп тұрғандай. Ал екі байланысымыз пи байланыс. Сондықтан бір сигма, екі пи байланыс бар екендігін осы жерден көрулеріңізге болады. Ацетиленнің электрондық формуласы, міне электрондық формуласы. Бұл электрондық формуласы неден шығады? Яғни көміртек пен сутек атомдарының электрондық конфигурациясын жазған кезде, оларда жұптаспаған электрондар арқылы электрондық формуласын жазуымызға мүмкіндігіміз болады. Екінші, ацетиленнің құрылымдық формуласы. Ацетиленнің мынау структуралық құрылымдық формуласы екенін көрулеріңізге болады. Ацетиленнің изомерлері. Ацетиленнің изомерлері, изомерия дегеніміз қандай өзі? Изомерия дегеніміз сандық құрамы бірдей, бірақ құрылысы әртүрлі болады. Олай болса, бірінші көміртегі қаңқасына қарай. Яғни көміртектің қаңқасының өзгеруіне байланысты біздер оның номенклатурасын атауымызға болады изомерия. Мысалы қараңыздар, пентин 1, 5 көміртегі тұр алдарыңызда, бірінші көміртектен кейін 3 байланысымыз бар. Пентин 1. Енді осы 5 көміртегіні бір алкил тобын орынбасар етіп түсірдік. 1, 2, 3, 4 болып тұр. Мына сашымыз орынбасар болып тұр. Сондықтан 3 метил, бутин 1 болып тұр. Енді еселі байланыс орнына байланысты, яғни 3 байланыстың әр жерде орналасуына байланысты изомериясын атауға болады. Мысалы, бутин 1, 4 көміртегіміз бутан, 3 байланыс болғандықтан оған ин деген жалғауымыз жалғанып жатыр, бутин болды. Бірінші көміртектен кейін 3 байланыс тұрғандықтан орны бутин 1 болып көрініп тұр. Ал екіншіде бутин 2, 4 көміртегіміз екеуі бірдей, бірақ 3 байланыс екінші көміртектен кейін тұр. Сондықтан бутин 2 деп аталады екен. Енді үшіншіге қарасаңыздар класс аралық изомериясы. Яғни класс аралық изомериясы бутин 1 мен бутаден 1, 3. Яғни екеуі де қанықпаған көмірсутектер. Бірақ мынау алкиндер деп аталады, ал екіншісі алкадиендер деп аталады. Яғни бұл класс аралық изомерияны көрсетеді екен. Сондықтан да алкен көмірсутектерінің изомерлері бірінші көміртегі қаңқасына байланысты, көміртек қаңқасының өзгеруіне байланысты. Екінші, 3 байланыстың орнына, яғни еселі байланыс орны деп тұр ғой, 3 байланыстың орнына тәуелді болады екен. Ал үшінші жағдайда класс аралық изомериясы болады екен. Сонда 3 жағдайда ацетиленнің изомериясын анықтауымызға болады деген сөз. Ары қарай кетейік. Ацетилендердің физикалық қасиеттеріне қарайық. Бұлардың физикалық қасиеттеріне қарайтын болсақ, балқу температуралары мен қайнау температураларын салыстырамыз. Қарап отырсаңыздар, тізбек ұзарған сайын оларды не істейді екен? Қайнау, балқу температуралары төмендей түседі. Неге? Қараңыздар, яғни тізбектің арасындағы біріншілік алкендерде жоғары болады екен, біріншісінде. Ал екінші, үшіншіліктерде ол не істейді екен? Бәсеңдей беретінін көрулеріңізге болады екен. Ары қарай, олай болса бірінші жоспардың бірінші бөліміне сәйкес, яғни номенклатура изомериясына байланысты кішкене сіздерге ой сергіту мақсатында талап тапсырмасын берейін, қаншалықты дәрежеде түсінгендеріңіз. Алкендердің формулаларын табыңыздар дейді. Міне мұнда көрініп тұр ғой сіздерге презентация алдарыңызда. Салиха, көрініп тұр ма? Иә, апай, көрініп тұр. Олай болса біріншісіне қарайық. Біріншісі аты не деп аталады? Алкен ба, алкен емес па? Біріншіге қараңыздар. Алкен ба, алкен емес па? Алкен бұл апай. Алкен, дұрыс айтасыздар. Екіншілеріңіз. Екі қос байланыс. Алкадиен, бұл диен көмірсутектері. Ал үшіншісі не деп аталады? Алкен деп аталады. Дұрыс айтасыз. Осы жатады. Үшіншісі бұл пентин 1 деп аталады. Солай ғой? Дұрыс. Төртіншіміз қалай аталады? Пентин 2. Пентин 2, яғни алкен көмірсутегісіне дұрыс. Ал бесіншіміз? Алкен.
Алкан, Алкендер. 2 метил Алкан. пропан болып тұр. Қаныққан көмірсутек болып тұр. Ал 6-шымыз Алкиндер. алкендер деп аталады. 3-4 диметил пентин Пентин 1 болып тұр. Пентин Бұнда бір. қарап отырсаңыздар 3-ші, 4-ші және 6-шы мысалдардағы көмірсутектеріміз біздің алкен көмірсутектеріне жатады екен, я? Яғни 3-те пентин 1, 4-те пентин 2, мені көріп тұрғандарыңызда, 6-шысында 3-4 диметил пентин 1. Мені 3 байланыс қай жағынан жақын болса, біз не істеп жатырмыз? Сол жақтан бастап санап жатырмыз, я? 1, 2, 3, 4, 5. 3-ші, 4-ші топта не тұр? Метил топтар тұр. Түсінікті болды ма? Номенклатурасы. Болды. Апай Олар болса түсінікті. жоспардың 2-ші бөлігіне өтейік, 3 байланыстың табиғаты. Яғни алкен көмірсутектерінде 3 байланыс болғандықтан, біз осы 3 байланыстың табиғатын түсініп алуымыз керек. Ацетилендегі әр көміртек атомы 2π бір сигма байланыс түзеді. Яғни қарап отырсаңыздар, көміртек және көміртек сутек. Осы байланыстарды түзу үшін әр көміртек атомы 2 гибридтелген орбитал жұмсайды. Сондықтан ацетиленнің құрамындағы көміртек атомдары sp гибридтелген күйде болады. Ұмытпаймыз. Қаныққан көмірсутегіміз алкандар sp 3 гибридтелген еді, солай ғой? Алкендер sp 2 еді, ал ацетилендеріміз қандай гибридтелген күйде болады екен? sp гибридтелген күйінде болады. sp гибридтелген орбиталдардың арасындағы бұрышы 180 градусты құрайды. Яғни қарап отырсаңыздар, түзу жазықтықтың бойында деп түсінуіміз керек. Яғни ол 180 градус болады. Жалпы шеңбер бойынша бізде 360 градус болса, түзу сызығымыз қанша? 180 градусты құрайды. Сондықтан да бұлардың молекуласы қандай құрылысты болып келеді екен? Түзу сызықты болып келеді екен. 2 сигма байланыс қалыптасқан соң, көміртегінің әр атомында гибридтен тыс 2p электроны қалады. Осы p электрондар бір-бірлерімен жазықтықта перпендикулярлы орналасады. Сонда екінші көміртегінің атомдар арасында параллельді p орбиталдары бір-бірімен беттеседі де пи байланыстың түзілуіне әкеп соғатын болады. Ал бұл пи байланыс ацетилен молекуласындағы көміртек пен көміртектің бір-біріне параллель беттесуін көрсетеді. Яғни параллель болатын болса, бір-бірімен қалай? Бір-бірімен тікелей беттесетін болады. Сондықтан да ацетилен молекуласындағы сигма және 2π байланыстың жазықтықта перпендикуляр жатып бір-бірімен беттесетінін көруімізге болады екен. Көміртек ацетилен байланысының ұзындығы 0,120 нанометрді құрайды. Ұмытпаймыз. Энергиясы 810 килоджоуль мольді құрайды, ал көміртек сутек байланысының ұзындығы 0,106 нанометрді береді. Ұмытпаймыз, я? Міне ацетилен молекуласы түзу жазықты, міне көміртек пен сутек арасында сигма байланысы, мына көміртек пен көміртек байқадыңыздар ма? Көміртек пен көміртек, міне 2π байланыс көріп тұрсыздар, я? Перпендикуляр орналасқан, міне. Ал мына түзу сызығымыздың бойында, міне 180 градусты көрсетіп тұр. Ары қарай кетейік. Осы 3 байланыстың табиғатын дұрыс түсінгендігіміз жөнінде келесі әдісіміз бұл қанағат тапсырмасы деп аталады. Яғни қанағат тапсырмасын толықтыру арқылы алдарыңыздағы кестені біз 3 байланыстың табиғатын толық түсінгендігімізді айқындаймыз. Салыстырайық. Этан, этилен, ацетилен көмірсутектері берілген. Енді тестте жауап берекші. Этанның гибридтенуі қандай? Алкандар қандай гибридтенген? sp 3 гибридтенген, я? Этилен көмірсутегіміз қандай? sp 2. Ацетилендікі жаңа айтып өттік. sp sp гибридтелген күйде болады. Ал байланыс түрлері қандай? Көміртекпен байланыс ұзындықтары қандай? Байланыс түрі. Сигма байланысты. Ал этиленде қандай?
Сигма пи байланысы. бір пи байланысты солай. Ал ацетиленде 2 сигма 1 пи бір сигма 2 пи байланысты. Солай емес па, я? байланысты. Ал байланыс ұзындықтарын айтайық. Байланыс ұзындығы 0,154 нанометр. 154. Этилендікі қаншаға тең? 0,134. 134 нанометр. Ал ацетилендікі жаңа атап өттік 0,120 нанометрге тең, я? Ал ары кетейік. Байланыс беріктігі тұрақты. Тұрақты. Этилен мен ацетилендерде қандай? Тұрақсыз. Ал құрылыстары қандай? Тетраэдр тәрізді, этан Тетраэдр тәрізді, дұрыс айтасыз. Этилендікі қандай? жазық тригоналды, Үш бұрышты тәрізді, яғни тригональды, үш бұрыш тригональды дегеніміз үш бұрышты тәрізді, дұрыс айтасыз. Ацетилендікі қандай? Түзу сызықты. Түзу сызықты, жазықтықта орналасқандықтан түзу сызықты деп атауымызға болады екен. Жалпы қаныққан, қанықпаған көмірсутектерді бір-бірімен салыстырған кезде осындай қасиеттері арқылы да айқындауымызға болады. Ары қарай кеттік. Енді алкиндердің алынуына келейік. Кез келген көмірсутекті алған кезде біз міндетті түрде оның өнеркәсіпте және лабораториядағы алыну жолдарына тоқталамыз. Бүгінде алкин көмірсутектерін өнеркәсіпте алыну жолына тоқтайық. Өнеркәсіпте ацетилен өте көп кездесетін табиғи газ, яғни табиғи газдан алынады. Бұл табиғи газымыз біздің метан көмірсутегісі болып табылады. Метан көмірсутегісін жоғары температурада қыздырған кезімізде көміртек пен сутекке айырылады. Реакцияға жүру жағдайына байланысты аралық өнімде ацетиленнің пайда болғандығын көруімізге болады. Міне метан газын 1400-1500 градуста қыздыратын болса, біздің ацетилен көмірсутегіміздің пайда болғандығын көруімізге болады. Бұл реакция тез пайда болады. Әрі қарай көміртек пен сутекке қарай айырылып кетеді. Яғни қарап отырсаңыздар өте тұрақсыз. Яғни тез арада пайда болған кезінде ғана ацетилен көмірсутегісін көруімізге болады екен. Қанша градуста? 1400-1500 жоғары температура градусында қыздырған кезімізде байқауымызға болады екен. Әрі қарай бұл өнеркәсіптегі алыну. Лабораторияда ацетиленді біз кальций карбидінен алуымызға болады. Кальций карбиді мен сіздерге айтайын, тұрмыста қолданылады. Мына машина саластар бар ғой, автоген ретінде. Карбидтерді қолданады, мысалы, темірлерді салқын қыздыру арқылы автогенмен бөлу арқылы алады. Міне осы кезде кальций карбидін қолданады. Міне кальций карбидін сумен әрекеттестіру арқылы да не алуымызға болады екен? Ацетилен алуымызға болады екен. Қарап отырсаңыздар, ацетиленді алынудың сіздерге технологиялық схемасын көрсетіп отырмын. Міне кальций карбидіне суды жібереміз, генераторды пайдаланып, әрі қарай салқын суда оны ығыстыру арқылы, міне қарап отырсаңыздар, қалдықтарымыз түседі. Реакция нәтижесінде ацетилен газының бөлінгенін көруімізге болады. 2000 градус температурада. Ацетилен газын қалай анықтаймыз? Ол көкшіл түсті, ашық көкшіл түсті жалынның түсі пайда болады. Оттықпен жағып қарасаңыздар, өте ашық түсті газдың бөлініп жатқандығын көрулеріңізге болады. Бұны лаборатория сабағымызда міндетті түрде бірге жасап, ацетилен газының қалай бөлініп жатқанын көреміз. Келістік қой? Ары қарай, ацетиленді алу. Міне жаңа айтып өттік, табиғи газдан, метаннан алуымызға болады. Ацетиленде, міне, этан көмірсутегісі берілген, жоғары градуста қыздыру арқылы ацетиленді алуымызға болады. Екінші, лабораториялық жағдайда кальций карбидінен алуға болады. Міне ацетилен газы жаңа айтып өткенде. Алкандарды теориялық жүзде, алкандарды дегидрлеу реакциясы арқылы алуға болады. Және галоген туындылардан да ацетилен көмірсутектерін алуға болатындығын көріп отырсыздар. Кестеден. Енді ең үлкен біздегі негізгі
назарымыз бұл химиялық қасиеттеріне байланысты. Ацетилен көмірсутектері, алкен көмірсутектер сияқты да электрофилді қосылу реакциясына түседі, және де АДН нуклеофилді қосылу реакциясына түседі. Ең бірінші ацетилендердің тотығу реакцияларына түседі. Ацетилен көмірсутектерін жандыратын болсақ, оларды жанады. Яғни жанған кезде олар көмірқышқыл газы мен сутек молекуласына ыдырайды. Яғни кез келген көмірсутекті жағатын болсақ, ол қаныққан болсын, қанықпаған болсын, міндетті түрде олар көмірқышқыл газына қарай ыдырайды екен. Міне, көріп отырсыздар. Екінші жағдайда ацетиленді қосымша жағдайлар жасалмаса, бұл күйелі жалынмен жанады. Міне, түстерін көріп тұрсыздар, иә, міне. Бәрінің түстері көрсетілген, оттық сияқты, жаңа мен айтқанда, иә, оттық сияқты. Міне, дәл осылай түстерін көрулеріңіз болады. Ал үшінші жағдайда ацетиленді калий перманганатының ерітіндісі арқылы өткізетін болса, ерітінді түссізденгенін көруге болады. Ал сондай-ақ міне тотығу реакциясымен сапалық реакция ретінде көруімізге болады. Реакция нәтижесінде ацетилендер қышқылға дейін тотығу реакциясына түскен кезде қышқылға дейінге баратынын көріп отырмыз. Міне, ацетиленді тотықтыру арқылы қымызды қышқылының түзілгенін байқасаңыздар болады. Түстері қандай екенін көрдіңіздер, иә? Міне, мынау темірді кальций карбидінен қыздырып, міне жатқандағы оттықтардан байқасаңыздар болады. Ацетиленнің қосылу реакциялары, яғни АДЕ реакциясы. Гидрлену реакциясы бірінші, яғни гидрлену арқылы никель, платина, палладий катализаторларын қолданамыз, яғни өршіткілер қатысында дейді, катализаторлар қатысында. Біріншісінде этилен түзіледі, оны ары қарай тағы да 2 еселі гидрлейтін болса, этан қаныққан көмірсутектерін де алуымызға болады екен. Галогендеу реакциясы, броммен әрекеттесуі сапалық реакция, кез келген хлормен әрекеттесуін жасасақ та болады. Бірінші 1-2 дибром этен, бір байланыс үзілді мына жердегі. Әрі қарай тағы да артық мөлшерде бромды қосатын болса, қаныққан тетрабром этанды алуымызға болады екен. Үшінші, галоген сутектерді қосып алу реакциясы. Міне, винил хлоридтің түзілгенін көріп отырсыздар. Әрі қарай тағы да қос байланысты үзіп, дивинил хлоридті алуымызға болады екен. Алкендерге электрофилді қосып алу реакциялары алкендерге тән қағидалармен жүреді. Яғни бірінші, пи комплекстің және карбоний ионының, яғни сима комплексінің түзілуімен жүреді. Екінші, симметриялы емес алкендерге галоген сутектердің, яғни су, H2S4 реагенттерінің қатысуы Марковников ережесіне сәйкес жүреді. Ал үшінші жағдайда асқын тоты, яғни бұл караш эффектісі деп аталады. Өткен сабақтарда біз түсінген болатынбыз, алкендерді орындаған кезімізде де жаңағыдай H2O2, яғни пероксидтің қатысымен караш эффектінің асқын тотық эффектісі арқылы жүреді. Бұл механизм АДР механизмі деп аталады. Әрі қарай орын басу реакциялары. Негіздік қышқылдық қасиетін көрсету арқылы міне күміс айна реакциясын жүргіземіз, күміс ацетилендері түзіледі. Міне, қарап отырсаңыздар. Гидратация реакциясы. Гидратация реакциясы дегеніміз қандай? Бұның атының өзі атап тұрғандай, бұл суды қосу реакциясы. Яғни гидратация бұл ең бірінші СНАП сульфатты катализаторының қатысымен жүргізген Кучеров деген ғалым болады 1881 жылы. Бұл жерде аралық өніміміз тұрақсыз болады да, түзілген спиртіміз бірден неге айналады екен? Альдегидке айналады екен. Бұны есептерде берілген тапсырмаларда Кучеров реакциясы деп те атайды екен. Міне ацетиленді гидратациялану реакциясына жүргізген кезімізде ең бірінші спирт түзіледі, бір өте тұрақсыз қосылыс болғандықтан неге айналып кетеді екен? Альдегидке бірден айналады екен. Әрі қарай жаңа атап өткендей Марковников ережесі бойынша сутегісі аз жеріне галоген туындымыз барады, сутегісі көп жеріне сутегі атомы баратынын көруімізге болады. Бұны Марковников ережесі деп атаймыз. Немесе АДЕ реакциясының механизмі Марковников ережесіне сәйкес жүретін болады галоген сутектерді қосуда. Әрі қарай
Алкендердің ерекше, яғни тек үш байланысқа тән қасиеті бұл нуклеофилді қосып алу реакциясы, АДН реакциясы. Жаңа айтып өттік қой. Нуклеофилді реагенттеріміз бұл спирттер болуы мүмкін, карбон қышқылдары және циан топтары болуы мүмкін. Бұл кезде үш байланыстың ерекшелігіне байланысты, яғни sp2 гибридтелуде электрон тығыздығы арасында көміртек атомдары шоғырланады, яғни электронның тығыздығы. Яғни қарап отырсаңыздар, мына нуклеофиліміз неге келіп тұр? Схемада қарап отырсыздар, көміртек атомына келіп орналасады. Міне реакцияда спирттерді қосқан кезде этил винил эфирінің түзілгенін көріп отырсыздар. Циан тобын қосқанда акрило нитрилді, карбон қышқылдарын қосқан кезімізде винил ацетаттың түзілгенін көріп отырсыздар. Механизмі бойынша бірінші карп анионның түзілгені, екінші жағдайда винил эфирінің түзілгенін көруімізге болады екен. Әрі қарай кетейік. Алкендердің қышқылдық қасиеті. Жаңа айтып өттік, алкендерге тек қана АДН реакциясымен түсіндіріп қана қоймаймыз, оларға қышқылдық қасиетте тән дедік. Қышқылдық қасиеті неге байланысты? Қозғалғыш, міне сутек протонына байланысты, ацетилендегі сутек протоны. Яғни сутек протоны қозғалғыш болғандықтан ол бос күйінде не істей алады? Бөлініп шыға алады. Сондықтан да ацетилендегі мұндай сутектің бөлінуі оның қышқылдық қасиетін көрсетуіне себеп болады. Ацетиленнің қышқылдық қасиетін мына реакция арқылы дәлелдеуге болады. Мысалы, мына ацетилен қозғалғыш сутек протонына натрий амидімен реакцияға түскен кезде сутегіміздің орнына натрийіміз келеді де, аммиагымыздың бөлініп шыққан көруімізге болады. Екінші жағдайда күміс айна реакциясын жүргізетін болсақ, күмістің аммиактағы ерітіндісімен қосу арқылы күміс ацетиленидін алуымызға болады. Естеріңізде болсын, күміс реакциясын қосқан кезде күмістің аммиактағы ерітіндісімен әрекеттестіру бұл ацетиленнің қышқылдығын анықтайтын сапалық реакция болып табылады. Осыны ұмытпаңыздар еш уақытта. Жарай ма? Әрі қарай Фаворский реакциясы, яғни бұл катализатор ретінде қолданылып, реакция ацетонның түзілгенін көруімізге болады. Оны әр қарай сілтіде реакцияға түсіретін болсақ, карбонилдардың, яғни ацетиленді спирттердің түзілгенін байқауымызға болады. Реппи әдісі дегенімізде бар. Реппи әдісінде бізде екі атомды спирттерді түзілген байқауымызға, мысалы, ацетилендерге альдегидтерді қосу арқылы бірінші бір спирт атомын аламыз, пропаргел спиртін, одан ары қарай бутин диол спиртін алуымызға болады екен. Мына бутин диол, яғни екі құрамында спирт атомы болғандықтан диол деп аталады екен. Енді сіздерге тапсырма, терең ой тапсырмасы беріледі осы химиялық қасиеттері бойынша. Мұнда сіздерге екі есеп берілген. Осы екі есепті дәрісіміз аяқталғанша сіздер нақты жауабын айтатын боласыздар. Ацетиленнің қолданылуына келейік. Ацетилен бұл жанған кезінде жылу бөлгендіктен металдарды кесу және дәнекерлеу, жаңа айттым ғой, автоген ретінде қолданылады деп. Өнеркәсіпте ацетиленнен сірке қышқылы, синтетикалық көк қағаз, пластмассалар және басқа да еріткіштер алынады екен. Енді жалпы сабағымызды түсінбегенін анықтау мақсатында, сіздерге қорытындылау мақсатында қоқыс жәшігінен табылған жаңалық деген кейс әдісін қолданғанбыз. Мұнда кейс тапсырмалары берілген. Мысалы, кейс біріншісін тезте жауап берейік. Қазіргі кезде кең қолданылатын кальций карбидін мыс химигі Веллер 1862 жылы ашқан болатын. Веллер кальцийді әктен көмір қатысында тотықсыздандырып алмақшы болады. Нәтижесінде ешқандай металдық қасиеті жоқ, қандай да бір күйген массаны алады. Өйткені ол массаны қорадағы қоқысқа керексіз өнім ретінде лақтыра салатын болады. Жаңбыр жауған кезде Веллердің лаборанты өзі лақтырып тастаған тасты массадан газ бөлініп жатқандығын байқайды. Ол газ Веллерді қызықтырады. Сұрақ: күйген масса қандай зат? Одан қандай газ бөлінді? Ал жауаптарыңызды айтыңыздаршы, қандай газдың бөлінгенін байқаған? Гүлбану, қандай газ? Апай, ацетилен бөлінбей ма?
Ацетилен дұрыс айтасыз, Санабар, я? Жауабына қарайық, талдайық. Ол газды 1836 жылы Деви ашқан ацетилен екенін көрсетеді. Осылайша кальций карбидінің сумен әрекеттесіп, жаңбыр жауған кезде сумен әрекеттесіп отыр ғой жаңа біздің кальций карбидіміз. Міне, сол кезде ацетиленнің бөлініп жатқандығын не істейді? Байқайды. Осының байқау арқылы ең бірінші Веллер лабораторияда тәжірибе жасау арқылы анықтаған болады. Міне, реакциясы, сызбалық реакциясын көрулеріңізге болады. Ал кейс 2-ге барайық. Кейс 2-ге барайық. Көрінбей қалды ма? Амына. Кейс 2-ге барайық. Алкендерге де тәрізді көміртек қаңқасына еселі байланыс орнына сәйкес изомерлер тән. Ал алкендерге қандай изомериялар түрі тән? Айтып өтіңіздерші. Жаңа айттық біз, я? Структуралық, классаралық және еселі байланыстарға байланысты изомерия түрлері тән деді. 3 түрлі изомерия айттық. Жауабына қарай, классаралық изомерия, циклобутан мен метил циклопропан айтуымызға болады. Кеңістік изомерияларында атауымызға болады екен. Әр қарай, 3-ші. Бутлеров ашқан полимерлену реакциясы арқылы радикалдар не катализатор қатысымен не алған? Ацетилендерді алған, я? Осы егер мономерлер қоспаса полимеризацияланса, сол полимеризация деп атайды. Жылу не жарық әсерінен заттар бос радикалдарға айналатын болса, ол қандай полимерлену реакциясы бола алады? Қандай полимерлену реакциясы бола алады? Радикалды және ионды механизммен жүретін полимерлену реакциялары деп аталады. Міне, радикалды полимерлену реакциясы және де ионды, ион болғандықтан оның міндетті түрде заряды болу керек қой. Міне, плюс, я, зарядтары арқылы жүреді. Винил ацетиленнің түзілгенін, дивинил ацетиленнің түзілгенін көруімізге болады екен. 4-ші кейске келейік. Алкендердің негізгі өнімі ацетилен органикалық қосылады дейді. Поливинил хлоридтің қолдану жайында ақпарат беріңіз дейді. Міне, жауабына қарайық. Поливинил хлорид ацетилен полимер ретінде. Изоленталар, жасанды тері, дастархандар біздің сатып алатын трубаларымыз, линолеумдерімізді жатқызуымызға болады екен. Міне, алынған өнімдерден қолданып, біз айттық жаңағы еріткіштер, пластмассалар алынады деп, қолданылуында. Міне, ацетиленнен кейінгі алынған заттар екен. Қорытындылай келетін болса, алкендер табиғатта кездеспейді, оларды алкандардан кальций карбидінен аламыз. 3 байланысы бар, SP гибридтелген, арасында 120 нанометр ұзындығы,